Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осылай трайфл десертінің рецептін ұсынатын боламын. Таза әрі құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып, 5 минут миксердің көмегімен шайқап аламыз. Жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, алдымен баяу, бірте-бірте жылдамдықты қосып, жақсылап шайқайтын боламыз. Ақ масса дайын болғанға дейін шайқап отыратын боламыз. Видеодағыдай ақ масса дайын болған соң, ұнымызды, ұнның үстіне какао және де қамыр қопсытқышымызды осылай ситаның көмегімен өткізіп саламыз. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңырау шаны басып қойыңыз. Және де комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Аптасына сіздерге жаңа видео салып отыратын боламын. Бір келкі масса дайын болған соң, формамыздың үстіне протеин салып, қамырымызды түгелдей салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Және де алдын ала қызып тұрған пешімізде 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Пісіп шыққан қамырымызды толықтай суығанша бір шетке алып қоямыз. Кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге таза құрғақ ыдысымызға салқын кілегей қажет. Міндетті түрде салқын болу тиіс. Кілегейімізді шайқап аламыз. Оның үстіне қант ұнтағын ситаның көмегімен салатын боламыз. Қант ұнтағын салып болған соң, жақсылап миксерлейтін боламыз. Қою масса болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Сүзбелі ірімшікті алдымен өзін жақсылап бір шайқап алып, сосын жаңағы кілегейдің үстінен саламыз. Жақсылап қою, өзінің формасын ұстайтын масса болғанға дейін миксердің көмегімен жоғары жылдамдықпен шайқайтын боламыз. Достар, видеодағыдай бір келкі өз формасын ұстайтын крем болғанға дейін шайқаймыз. Менде осындай кішкентай ыдыстар, толық суып шыққан бисквиттерімізді қолымызбен ұсақтап салып шығамыз. Бір бөлігіне ғана саламыз. Оның үстінен крем салып шығамыз. Кремді мен осылай кондитерлік қалтаның көмегімен салдым. Ол өте ыңғайлы. Және де менде насадканың номері 303. Кремімізді жағып болған соң, және осылай екінші рет ұсақтап бисквиттеріміздің үстінен салып шығамыз. Бисквиттеріміз салып біткен соң, оның үстінен және бір рет кремді осылай кішкентай қасықтың көмегімен бір келкі етіп жағып шығамыз. Кремімізді бір келкі етіп жағып түзелеп болған соң, үстінен шоколад құйып шығамыз. Менде алдын ала ерітіп алған Қазақстан шоколад және де кілегей кондитерлік қалтаға құйып, ыстық парда ерітіп алдым. Ерітілген шоколадты осылай бетін түзелеп бір келкі етіп жағып шығамыз. Осылайша бетін әдемілеп, сәндеп, әрлеп шығатын боламыз. Менде крем және де кондитерлік моншақтар, ал өздеріңіздің қалауларыңызша
неше түрлі фантазияларыңызбен әрлеп шығуларыңызға болады. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер.